Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы, Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп-лицейі. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Асанқызы Әсел. Smiles for, Fours are great. Module 4, Profession and ways of communication. Lesson 2, Traveling, Grammar, Comparatives. Төңкерілген сабақ әдісі бойынша. Lesson objectives. Сабақтың мақсаты. You recognize the names of transports. Сен көліктердің атауын айтып үйренесің. You will learn to form a comparative adjectives. Сен сын есімдердің салыстырмалы шырайын жазып үйренесің. Pupils Book Exercise 6, Page 52. Балалар, сендерге үйге тапсырма берілген. 50-ші және 51-ші беттердегі тапсырмаларды қарап шығып және үйде орындау. Hello, my name is Koshkebek Aygurин. You have to wear a helmet. Helmet бас киім, have to міндетті. Сен бас киім киюге міндеттісің. Scooter and motorbike. Скутер және мотоцикл. It has to travel on rails. Rails, рейс. Ол рейспен жүреді. Train and underground. Train. Троллейбус. Underground. Metro. You have to buy a ticket. Ticket. Билет. Ол сен билетпен мінесің. Plane, ferry and ship. Plane. Ұшақ. Ferry, кеме, ship, қайық. You have to go to a station to get on off this. Station, станция. Сен станциядан отырасың. Underground and minibus. Underground, metro, minibus, автобус. You have to wear a seat belt. Seat belt, ремень. Жарайсың, Айгерім. The next task. Match the opposites, then rearrange the letters to complete the text. Opposites дегеніміз балалар бұл қарама-қарсы сөздер болатын. Сендер 7-ші тапсырмада сол жақтағы сын есімдердің қарама-қарсы сөздерін табуларың керек болатын. Біз 7-ші тапсырмада орындарына қоямыз. Fast сөзін біз slow сөзіне қоямыз. Safe сөзін dangerous сөзіне қоямыз. Quiet сөзін noisy сөзіне қоямыз. Clean сөзін біз dirty сөзіне қоямыз. Long сөзін біз chop сөзіне қоямыз. Cheap сөзін біз expensive сөзіне қоямыз. Оның астындағы тапсырмада орнына ауысып кеткен соларды жөндеп біз бір сөз құраймыз. Біріншісіне slow сөзі, екіншісіне safe сөзі, үшіншісіне expensive, төртіншісіне fast сөзі, бесіншісіне cheap сөзі, алтыншысына noisy, жетіншісіне dirty. Жарайсың, Ғабит. The next task. Pupils Book, page 52, exercises
8 and 9. 8-ші жаттығуда балалар, сендер сын есімнің салыстырмалы шырайларын жазуларың керек болатын. Exercise 8 at page 53. 23-ші беттегі 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада былай деп тұр. Сын есімдегі салыстырмалы шырайларды жаз деп тұр. А мен былай жаздым. Толы, good, беттен, funny, small, fatте, noisy, bad, horse, fotten, dirty. Мен бұны қалай жасадым? Мен бұны мына ережеге қарап жасадым. Бұл ережеде мынаны түсіндім. Біз алғаш рет сын есімнің салыстырмалы шырайын жасағанда біз жалғауын жалғаймыз. Сонда мен 8-ші тапсырманы осылай істедім. Yes, good, excellent. The next task. Exercise 9 at page 52. Reading and make sentence as in the example. Cars are safer than scooters. Minibus is slower than trams. Planes are noisier than hot air balloons. Trains are cheaper than planes. Excellent, good. Okay, children. Now open your pupils book at page 52. Енді балалар, pupils book'тарының 52-ші бетін ашамыз. Exercise 5, 5-ші жаттығуда сендерге жаңа сөздер берілген. Осы сөздерді сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. The next, degrees of comparison. Салыстырмалы шырай. Енді сендермен біз салыстырмалы шырайдың қалай жасалуын біліп алайық. Балалар, біз салыстырмалы шырайды жасаған кезде сын есімге R жұрнағын жалғайды екенбіз. Және салыстырмалы шыраймен сөйлем құраған кезде бізге зән деген сөз, яғни қарағанда деген сөз көмектеседі екен. For example, мысалға, a scooter is slower than a motorbike. Скутер мотоциклге қарағанда баяу. Енді мына сөздерді жазу дәптерімізге жазып аламыз. Сын есімдер: fast, faster. Жылдам, жылдамырақ. Big, bigger. Үлкен, үлкенірек. Easy сөзі балалар Y әрпімен аяқталғаннан кейін Y әрпін алып тастайды екенбіз, және оның орнына I әрпін жазып, R жұрнағын жалғайды екенбіз. Easy, easier. Балалар, естерінде болсын, екі сын есім ережеге бағынбайды. Олар good, жақсы, және bad, жаман. Good, better, bad, worse. Жазу дәптерімізге жазып аламыз. Homework. Үй тапсырмаларың балалар. Activity book, page 37, exercises 3 and 4. Activity book'тың 37-ші бетіндегі 3-ші және 4-ші жаттығуларды үйден орындаймыз. Okay, children, the lesson is over. Goodbye. Thank you for